Армысыздар, сұраңыз бағдарламасы кезекті шығарылымын бастайды. Бүгін бізде қонақта әнші Бейбарыс Серікбаев. Бүгінде Алматы қаласында шығармашылығымен айналысып жатқан жас әнші Шымкентке бейнебаян түсіруге келіпті. От болып жүрек жанбай, өмірдің мәні қандай, қолымнан бақыт құсын ұшырып алған шандай. Рахмет, әдемі ән екен. Енді дәстүрлі сауалдарға көшсек. Бейбарыс қайда, немен айналысып жүргенін өз айтып берсін. Қазір енді Алматы қаласында тұрып жатырмық. Жаңа әндер жазып жатырмық. Әкемнің әндерін жазып жатырмын. Шымкентке де келіп тұрамыз. Яғни туған туысқандар, дос жарандар бәрі осы жақта. Алматыда жүргенмен енді туған жердің аты туған жер екен, сонда да Шымкент ыстық болып көрінеді. Шымкентке келеміз, қайтадан Алматыға кетеміз. Әрі өзім бойдақпын. Бойдақ болғаннан кейін де әлі шаршамай жүрмін. Иә, бұл жігіт бойдақ. Сөзіне қарағанда қыздар көп мазалайтын сияқты. Ара-арасында болып тұрады. Өтірік айтпақ қояйын. Бұлай көп деп айтпаймын енді. Әр жігітке де болатын шығар, сол сияқты. Маған да сондай болып тұрады. Дегенмен өзің таңдаған біреу бар шығар. Жоқ, қазір. Көп ойландыңыз ғой. Ал жарайды, келесі сауалымызда жеке басыңызға қатысты болмақ. Сүр бойдақтық өмірмен қашан қош айтыспақсыз? Құдай қаласа, 1 жыл, 1,5 жыл көлемінде бар. Ал онда болашақ жарыңызды кім таңдамақ? Өзім табамын. Өзіңіз табасыз. Ниеттеніп жүргеннен сырттан өзімде бақылайын, сұрастырып, былай. Ел арасында Бейбарыс Серікбаев бұрын ән айтпаған деп жатады. Бұл сөз қаншалықты рас? Негізі осы сұрақты да шынымды айтсам маған біраз адамдар қояды, көп адамдар қояды. Негізімен енді әкем музыкант қой, атам да музыкант. Бізде өзіміздің Серікбаевтар жанұясы сондай өнерлі жанұя. 5 класстан бастап әкем маған гитар тартуды үйретті. Содан кейін кішкентай кезінен бастап үйде яғни клавишпен ән шығарғандардың бәрін көрдім, соның бәрін көріп өстім. Мектеп кезінде де ән айттым, универде де ән айттым. Кейіннен барып 2011 жылы 29 желтоқсанда менің әкем 50-ге толатын болған. Сол кезде біз Алматыда, Астанада, Шымкентте үлкен концерт беретін болғанбыз. Сол концертке мен бір әнмен шығатын болғам әкемнің, бірақ аяқ астынан осындай жағдай болды. Әке, сені сағындым, сағынамын, қасиетіңе табынамын. Күлімдеген келбетің елестейді, көрмеген соң қамығамын. Бейбарыс Серікбаев әкесіне ұқсап ән шығара ма? Шығарған бір 2-3 ән де бар. Әлі оны ешкімге көрсеткен жоқпын. Сәлем қайсы сияқты. Оның сөзін кім жазып отыр? Сөзін жазғанда сөз андай черновой дейді ғой. Демо дейді ғой. Сөзі сонда демо болып тұр. Енді әзірше әкемнің 100-ге жуық әні бар. Сол әндердің біраз маған біраз уақытқа жетеді. Сонда сіз тек қана әкеңіз Ержан Серікбаевтың әндерін орындайсыз ба? Иә, басқа композиторлардың да әндер алып жатырмын. Мұхит Қасырбаев ағамыз бір ән берді. Арман Бексұлтан ағамыз да бір ән беріп жатыр. Арман Дүйсенов ағамыз да. Бірақ әзірше дәл қазіргі уақытта мен тек өз әкемнің әндерін орындап жүрмін. Жаңа бір сөзіңізде бейнебаян түсіріп жатырмын деп қалдыңыз. Құпия болмаса бұл бейнебаянға қанша қаржы жұмсадыңыз? Ол жағын айтудан ыңғайсыз, бірақ әжептәуір кетіп жатыр енді. Той бизнестегі тірліктеріңіз қалай жүріп жатыр? Жалпы сізді тойға жиі шақыра ма? Енді бұйырғаны дейді. Бұйырғаны. Той бизнестегі тірліктеріңіз қалай жүріп жатыр? Жалпы сізді тойға жиі шақыра ма? Танымаппын. Бірақ көп қой, жиі содан. Енді қалай айтсам болады. Ойбай күніге деп айтпаймын енді. Так, Құдайға шүкір болып жатыр әйтеуір. Сонда сіздің тойдағы сыйақыңыз қанша болмақ? Ставка болғанда мен шынымды айтсам, қалай айтсам болады. Мысалы, былай звондайды. Мысалы, бір үлкен апай да. Осындай жалғыз ұлым бар еді, үйленіп жатыр. Әкесіз өсірдім мен бұны. Әкеңді жақсы танитын едім, әндерін сүйіп тыңдайтын едім. Сен де кеп
осы тойға ән айтып берсең өзіміздің аз маз жиғанымыз бар деп айтса, ол кезде басқаша айтамыз да. Ал жағдай жақсы, андай бай болса, ол кезде өте басқаша. Шын айтсам, адамның мен несіне қараймын, көңіліне, адамның өзіне қараймын. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар, бір жағынан, бірақ білмеймін, өзім түсінігім солай. Шығармашылық ән кешін өткізу ойда бар ма? Так, Жұбаныш ағамыз ұйымдастырамыз деп жатыр. Құдай қаласа, биыл деп айтты. Шымкентте, Алматыда, Астанада деп айтты. Құдай қаласа осы 3 мегаполисте жақсылап әншілерді шақырып өткіземіз дейді. Әкеңіз шәкірт тәрбиелеп үлгерді ме? Дәурен Сейітжан. Қала, о біздің ару қала, сөзіне үн қатпаған, жай күйін жұмбақ маған, сырымды кімге ақтарам. Дәурен Сейітжан біраз үйге келіп, Алматыда ән үйретіп, о қаланы беріп, тағы да байқамаймыз деген ән үйретіп, сөйтіп не істеген бар. Эстрада жұлдыздарымен бірігіп ән айту жоспарда бар шығар? Иә, болып жатыр. Бірақ қазір оны алдын ала айтсам қызық болмай қалатын шығар. Біткеннен кейін айтайын, бірақ бір 3-4 дуэт бар. Құдай қаласа. Жарайды, енді келесі сауал. Сізді халық қалай таниды? Несіне жасырамын оны? Өтірік айтудың қажеті жоқ қой. Әрине, Ержан Серікбаевтың ұлы деп, осындай композитордың ұлы деп маған жақсы қарайды. Несіне жасырамын? Өзім де енді еңбек етіп, талпынып, жақсы әндер жазып, бейнебаян түсіріп, әрине тырысып жүрмін ғой. Сол тырысқанымды байқап, соны көргеннен кейін де ағаларым да мені өздеріне қарай тартып жатыр. Мысалы, Алдар Аспан театрымен Құдай қаласа биыл осы қараша айынан бастап бүкіл қазақстандық гастрольге шығайын деп жатырмын. Атағы бар осындай композитордың баласы болғаннан кейін сен шығып жүрсің осылай деп айтады. Мен осыны несіне жасырамын? Мен оны жасырмаймын. Мен осындай композитордың баласын әкемді сыйлағаннан кейін мені сахнаға шығарып, ағаларым бәрі тартып жүр. Ол мен үшін бұл да бір бақыт. Егер сізді киноға шақырса, түсер ме едіңіз? 2-3 рет шақырды киноға, шынымды айтсам. Бірақ маған музыка қатты жақын болғаннан кейін мен барған жоқ киноға. Өзім барғым келмеді. Білмеймін не үшін екенін. Мен айттым, мен осы музыкада жүргенім, осы әкемнің жолын жалғастырып жүргенім өзіме осы ұнайды. Басқа былай қатты керек емес, маған ешнәрсе дедім. Звондаған қыздар керек кезде таң қалып жатады. Неге түспейсің? Неге түспейсіз, біз сіз шақырып жатырық осындай деп. Рахмет Бейбарыс, біздің бағдарлама үшін арнайы уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Ал енді кезек керемет бейнебаянда.